Жетім көрсең, жебей жүр. Күндердің күнінде отау құрғандарына көп болмаған жұп болыпты. Әйелі жүкті болып, шекесі торсықтай баланы дүниеге алып келеді. Алайда күтпеген жерде әйелдің жағдайы күрт төмендеп дүние салады. Ол өмірден өтпес бұрын күйеуін шақырып, бұл анасыз жетімдіктің ащы дәмін сезбей өссе екен деймін. Соған өзің қамқор боларсың енді дейді. Күйеуі әйелінің айтқан жадында сақтап, Саматқа жақсы қамқор көрсете бастайды. Ол онымен күнде ойнап, анасының орнын білдірмеуге тырысады. Арада бірнеше жылдар өтеді, Самат өсе бастайды. Бірақ бұл жолы оның әкесі екінші рет үйленеді. Көп ұзамай үйге тағы бір ер бала келеді. Жолдан қосылған әйел өгейлігін көрсетіп, Саматқа дұрыс қамқорлық көрсетпейді. Ол бар көңілін өз баласына аударып, Самат көп жағдайда аш қалатын. Тіпті киімдерінің өзі бүтін болмайтын. Арада бір жыл өткеннен кейін аяқ астынан күйеуі қатты ауруға шалдығып, төсек тартып жатып қалады. Ақырында ол аурудан айықпасын түсініп, әйелін шақырып, мен кеткеннен кейін мына екі балама жақсылап қара. Екеуінің арасын ажыратып, бірін-біріне үстем қоюшы болма. Аналық мейіріміңді теңдей бөл деп өсиетін айтады. Алайда өгей ана күйеуі өмірден өткеннен кейін-ақ өсиетті ұмытып, Саматқа жегіп сөйлей бастайды. Оны бір бөтен бала сынап, әрдайым оған ұрсумен болады. Оған аналық мейірімнің орнына жауыздық көрсетеді. Тіпті оқып жүрген мектебінен шығарып, кейін кештетіп, оны үйден де қуып шығады. Самат болса көше кезіп, жылаған күйде қайда барарын білмей жүреді. Таң атып қалады. Сол уақытта бір ақсақал мешітке қарай намазға бара жатып, Саматты кезіктіреді. Ол баланың күйін көріп, оған жан ашып, өзімен бірге мешітке алып барып, намаз оқығаннан кейін Саматтан мән-жайды сұрап біледі. Содан кейін ақсақал жетім балаға қамқорлығын көрсетіп, алдымен білімін жалғастыру үшін жергілікті мектепке орналастырады. Бұған қоса оны баласындай көрген ақсақалы барлық жағдайын жасап, мейірімін төгеді. Арада жылдар өтіп, Самат жоғары оқу орнын тәмамдап, қалада белгілі әрі беделді дәрігерге айналады. Бір күні ауруханаға бойындағы ауруының емін еш жерден таппаған, еңсесі түскен әбден әбіржіген бір әйел келеді. Ол дәрігер Саматты көре сала, мен бұған дейін бармаған жерім жоқ, ешбір дәрігер көмегін бере алмады. Мына бойыма біткен аурумен күресіп келе жатқаныма ұзақ жылдар болды. Енді бұл менің соңғы келген ауруханам шығар деп бар шағымын айтады. Самат соңында бұл ауруға қалай тап болғанын сұрайды. Әйел сөз алып, мен осында бірнеше жылдар бұрын әйелі өмірден озған бір кісіге тұрмысқа шыққан едім. Оның маған дейін бір баласы болды. Күйеуім дүние салмас бұрын маған балаға өгейлік танытпай жақсы қамқорлық көрсетуімді талап етті. Алайда мен оған аналық мейірімді бере алмадым. Кейін мен өзім балалы болғаннан кейін тіпті оған қараудан қалдым. Оны мүлде жатсынып, шеттетіп, ақырында үйден де қуып жібердім. Сол күннен бастап өзімді мазасыз сезіне бастадым. Мүмкін бойымдағы ауру сол жетім балаға көрсеткен жауыздығымның салдарынан болар. Егер оны кездестірсем, алдына жығылып кешірім сұрап, тәубеге келгенімді айтар едім деп көңілі босап кетеді. Мұны естіген Самат оның бұрынғы өгей анасы екенін біліп, көңілі босап, оны әбден әбіржіген түріне жаны ашиды. Мен сол сіз айтып отырған баланың нақ өзімін. Кезінде маған көрсеткен жамандығыңызды ұмытып та кеткенмін. Мен сізге ешқандай ренішім жоқ. Жаратқаннан сізге шипа тілеп, бойыңыздағы ауруды енді мен емдеп беремін. Оны сыртта естіп тұрған әйелдің баласы Самат ағасын танып, оны құшақтап, сіз кеткелі біздің үйде ешқашан жақсылық болған емес. Құдды бір басымыздан қара түнек кетпей, өміріміздің астан кестен шыққандай еді. Анам болса бүгінге дейін аурумен күресіп келеді. Сізді бізге қайта қауыштырған Аллах тағалаға мыңда бір шүкір. Енді міне барлығымыздың көзіміз түгелденіп, өткенді ұмытып қайта бақытты ғұмыр кешетін уақыт келген секілді деп қатты қуанышын білдіреді. Сол уақыттан бастап кейуана кешенді түрде ем-шара қабылдап, ауруы жаймен жазылып, жетімге көрсеткен кесірден айығып, отбасымен бірге қайта татулықта ғұмыр кеше бастаған екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады.